Экс-әкімдердің шешімдері жер аманаты комиссиясының жұмысы аясында тексерілетін болады. Жер аманаты республикалық комиссиясының негізгі мақсаттарының бірі Алматыда сақталып қалған соңғы алма бағын аман алып қалу және экс-әкімдер Храпунов пен Тасмағамбетов және Есімовтің кезінде заңсыз үлестірілген жерлерді мемлекет меншігіне қайтару. Бұл туралы жер аманаты комиссиясы төрағасының орынбасары заңгер Бақытжан Базарбек Фейсбуктегі парақшасында хабарлады. Олар зәулім үйлер, коттедждер салу үшін алма бағының жерлерін беріп жіберген. Соның салдарынан қаншама алма ағашы шабылды. Біз алма бақтарынан осылайша айырылып қалдық деп жазды ол. Заңгердің айтуынша, қазір Алматыдағы Жамақаев көшесінің жоғарғы бөлігінде орналасқан алма бағы қалада сақталып қалған соңғы бақ екен. Жақын күндері біз Виктор Храпуновтың Элит Алатау 007 ЖШ-сіне, Иманғали Тасмағамбетовтің Азия Конструкшн ЖШ-сі және Әрменсей ЖШ-сіне берген алма бақтары қаншалықты заңды берілгенін анықтайтын боламыз. Жауапкершіліктен ешкім қашып құтыла алмайды, дейді заңгер. Экс-әкімдердің шешімдері жер аманаты комиссиясының жұмысы аясында тексерілетін болады.